Hazır nişek ittirip okuşularımızga проверочный работа тізіп жіберге. Мұның үшін сол жақтағы менюдағы проверочный работа разделіне кіреміз. Өзіміздің класстарını қарап, ең астағы новая работа дегенге басабыз. Предметні қарайбыз. Предметні қарайбыз. Ал үшін физика. Классны выбирать. Өзіміздің класстар арасынан тиішісін выбирать дебіз. Қазір бұл сол жақтағы бірінші бағанадан темаларын қарап, misal үшін электрические явления, электрическое сопротивление бөлігіне мұндағы теориядан һәм башқа заданиелердің ардына қарап, шушыларға галочкалар қойып шығамыз. Ол біздің оң жақта әрбірсіне неше балл екені қойылып бара. Аны біз өзіміз редактировать ете алабыз, өзгерте алабыз. Мен енді өзгертіп тұрмын, әрбірсіне қоямда. Әрбір разделдан, әрбір законға измерительный приборға қарап қоям. Шулай тренировкаға галочка қоям. И ішіне работа по теме электрическое сопротивление выбирать деп. Бұл мен басқанлар бітінесе оң жақта көрініп барашақ. Өзіңіз редактировать ете кетіресеңіз, балаларını арттыра алсаңыз, яки киметсеңіз, керекмеген разделларны алып ташлай аласыз, яки формулаларны. Мен қарап шығамда әрбірсін продолжитқа басам. Мұннан сол жақтан классны қарайым, классын қоям. И оқушыларының әрбірсінен галочка қойсам, егер айрым бірер оқушыға жіберем екен, шуның турысына ғана галочка қоям. Әмен метінде бітен классқа қоярда басамда, шушында. И продолжить девам метрге басам. Біз мұнда кіріп, қайсы вақытта бұл ішіміз біздің доступны бұларға аны өзгерте алабыз. Ішлеуге вақытны өзгерте алабыз. Mesela менің мұнда бір атынан жедекем тұра. Вақыт берелебіз. Mesela бұл тесіні ішлерге 1 сағат қой алабыз. Мұнда önce минутны қой алабыз. Неше попытка. Mesela бір попытка тұра екен. Мен аны өзгерте аламын. Бірден алып 10 вақытлы. Mesela 3 попытка берем. Мен аны ең яқшысы енді. Mesela бірсінен 40 бал, екесінен 41 бал, бірсінен 43 бал жейса, ең яқшысы 43 бал дегенде қалсын. Аларны қарап барысында оқушыларға жіберем. Бітті. Мұнан енді неше оқушы ішлегенімді мен қарап барамын. Міне шошай